Барлықтарына сәлем, сендермен Тамерланс. Көктем келе жатыр, ал біз бүгін Шерхан Мұртазаның Бесеудің хаты атты драмасының қысқаша нұсқасын қарастырамыз. Шерхан Мұртаза қазақтың әйгілі драматургы, жазушысы, қоғам қайраткері және журналисті. Сол кісі әлі тірі екен, 85 жасында. Тіпті мүмкін ол мен талдауымды да қарайтын шығар. Сол кісінің шығармалары көбінесе тарихқа сүйенген. Біздің бүгінгі шығармамыз Бесеудің хаты бізді 1932 жылға әкетеді. Сол жылы не болғанын бүкіл адам білу тиіс. Сол жылдары қазақ елінде үлкен аштық болған. Сондықтан біздің әйгілі атақты қоғам қайраткері, жазушысы Ғабит Мүсірепов бастаған 5 адам Мәскеудегі Тұрар Рысқұловқа хат жазады. Бірақ сол хат Тұрар Рысқұловқа жетпей қалып, Голощекин деген адамда ұсталынады. Міне сол шығарманың басталуы осылай басталады. Біздің Ғабит Мүсірепов жазушымыздың бөлмесінен сипатталады. Айнала кітап, мылтық пен қос домбыра ілулі тұр. Креслоның үстінде біздің жазушымыз отырса, оның қасында орындықта отырған, домбыраны ойнаған Нұрхан атты ақын екен. Ол қазір Ақсақ Құлан атты күйді ойнап отыр екен. Ол өте мұңлы екен. Күйді ойнағаннан кейін олар қазақ халқының өте ауыр, өте қайғылы тұрмысын сипаттайды, талқылай бастайды. Біздің жағдайымыз өте нашарлап кетті. Енді сіз не істейсіз аға? Деп ақын біздің жазушымыздан сұрайды. Менімен бірге мен 4 жолдасым Мәскеудегі Тұрар Рысқұловқа хат жібердік және Сталинге хат жібердік. Енді не болатынын көреміз. Біздің жағдайымыз өте нашарлаған. Жай ғана отыру да қауіпті, отырмай қарсы шығу да қауіпті болады. Келесі көрініс, сол Голощекин сол хатты алып, оны оқығаннан кейін Ғабит ағамызды өзінің кабинетіне шақыртады. Ғабит Мүсірепов кабинетке кіргеннен кейін, амандасқаннан кейін, Голощекин өз ең бірінші болып әңгімені бастайды. Ал енді жазушы, кел, отыр. Біз сені ғой крайкомның жауапты қызметіне алғанбыз, дұрыс па? Сіз өзіңіз білесіз. Мені крайкомның жауапты қызметіне алынышы деп мен сендерді өтінген жоқпын. Жолдас Мүсірепов, сіз парткомның бюросында тұрғанын білесіз бе? Тойға келмегенімді мен сезіп тұрмын. Деді біздің Ғабит ағамыз. Негізін мен ойымша, Ғабит ағамыз ол тамаша КВН адамы да болған. Енді сен мен сұрағыма жауап бер, дейді Голощекин. Сол хатты
жазуды бастаған сенсің бе? Ал жарайды, мен болсын. Міне, нағыз Иисус өзін құрбандыққа дайындайды. Неге мен өзімді құрбандыққа дайындалу керекпін? Өйткені мен жай ғана шындықты жаздым ғой. Қазақ халқы көптеп қырылып жатыр деген шындық па? Бұл жала. Сіз бұл сөзді ауыспалы мағынада ешқашан да қолданбаңыз. Иә. Жоқ, бұл шындық. Сонда елеусіз Ғабит Мүсіреповке осылай айтады. Ғабит, бұныңыз не? Сіз парткомның бастығы болып осылай сөйлесуге болар ма екен? Аға, сіз де бір түйір нан сұраған сорлы біздің қазақ халқымызды аттағаныңызды есіңізде жоқ па? Ал жарайды, бұл бізді басты мәселеден біздің басты мәселеміз бұл жерде емес, дейді Голощекин. Экспертиза хаттың 3 данасы бар болғанын анықтады. Біріншісі бізде, ал қалғандары қайда? Деп Ғабит Мүсіреповтан сұрайды. Екіншісін біз Сталинге жібердік. Міне, нағыз Иисус өзін құрбандыққа дайындап тұр, дейді тағы да Голощекин. Ал үшіншісі қайда? Үшіншісін біз жағына жырттық. Сен әлі өтірікші екенсің ғой. Үшінші данасы қайда деп сенен сұрап тұрмын. Сол сөзден кейін Голощекин қоңырауға басып, Қарабаев деген адамды шақыртады. Мен басында айтқанмын, сол хатты ұйымдастырған 5 адам. Олар біздің Ғабит Мүсірепов ағамыз, содан кейін Мұташ Дәулетқалиев, Мансұр Ғатаулин, Емберген Алтынбеков және Қадыр Қуанышев. Бірақ басында сол адамдардың саны 6 болған. Соның ішінде сол Қарабаев деген кісі болған. Бірақ сонда Қарабаев хат жазудан бас тартып, үкіметтен кешірім сұрайды. Енді сол кісі Қарабаев кабинетке кіргеннен кейін Голощекин одан сұрайды. Жолдас Қарабаев, хаттың 3-ші данасы қайда? Біз оны Мәскеудегі Тұрар Рысқұловқа жібердік, деп шындығын айтады. Сонда Голощекин шапалақтай бастайды. Ол шапалақтағанда Ғабит Мүсірепов оған жиіркене қарап Иуда деп айтады. Иуда деген кім? Иуда Иисусты сатқан адам болып саналады. Сонында Ғабит Мүсірепов Голощекинді көндіре алмайды. Сондықтан Амангелді деген батырдың әйелі Балым үкімет басшылары туралы ауыр сөздерді айтады. Келесі көрініс ол Сталин және Голощекиннің кездесуі. Иосиф Виссарионович деп Голощекин тағы да әңгімесін бастайды. Ең бастысы сол Тұрар Рысқұловтан қорғансаңыз болғаны. Ей, шая, қорықпа, барлығы жақсы болады. Бірақ жай ғана қорғансаңыз болды. Шая, мен саған осылай жауап беремін. Әр нәрсенің өз уақытымен кете береді. Библияны ұмытпаған шығарсың. Всему свое время. Время насаждать. Время вырывать. И время собирать камни. Мен тамаша
үлкен Marvel студиясының кек алушылар шексіз соғысы атты фильмінің ең басты таныс атты жауызына мен кандидатурадан тапқанмын. Енді сол шексіздік тастарын кім іздейді екен? Шырхан аға, сіз 2018 жылдың 11 мамырда сол тамаша фильмге кек алушылар шексіздік соғысына барасыз ба? Егер барсаңыз, сонда маған хабарлай салыңыз. Сол тамаша фильмді бүкіл емес, жарты Қазақстан 100% күтіп тұр. Өте қатты күтіп тұр. Мен де қатты күтіп тұрмын. Сталиннің келесі сөзі: время разбрасывать камни. Міне, сонда шексіздік соғысына спойлері, таныс бүкіл шексіздік тастарын жинағаннан кейін оларды тастамақ па, жағына лақтырмақ па? Сталин ал енді соңғы сөзі, соңғы емес, келесі сөзі: шая, тездет, жылдамдат. Сонда Голощекин оған жауап береді: айынарым жоқ, жолдас Сталин. Болды, шексіздік соғысы басталды. Шырхан ағамыз, сізге сол тамаша шығармаңыз үшін үлкен рахмет. Маған өте ұнады. Оның басты мақсаты қазақ жас азаматтары өз отанын міндетті түрде қорғау, сүю керек. Біздің Ғабит Мүсірепов ағамыз сияқты. Ал енді сендерге үлкен рахмет. Достар, сау болыңыз.